Ал құрметті оқырмандар, мінекей жас шамасы шектеусіз деп айтып жатырмын. Енді Құдай қаласа маған өте керемет шәкірт келейін деп жатыр. Таныстырып қояйын. Айта беріңіз. Менің атым Айбаршын. Мен 69-дамын, 70-ке толым кешікпей. Осы жерде мына Гүлсанамен кездесіп қалып, таңғалып жатырмын, қандай салаттар істейді. Бауырсағы, самсасы бәрі дәмді, етті де пісіріп жатыр. Бәрін және шапшаң істейді екен. Мен өмір бойы бухгалтер болып жұмыс істедім, ауылда тұрдым. Уақыт болмайтын әрқашанда. Соң әрине мен көп дүниені білмеймін. Анасын қарап, насын қарап да тіптен анау овощтардың өзі кесуінің өзі бір күшті тәрбие екен. Соған қызығып отыр, мен де Гүлсана. Міне осылай аяқ астынан кездесіп қалып, мен де қуанып жатыр. Мен де қартайсам да әйел адамға тән ғой тамақ пісіру деген. Біраз дүниені мен де үйреніп алайын. Және жаңа заманның ағымы да басқа, баяғыдай біздікіндей емес. Етті пісіреміз де, соленый огурцы, капуста, сонымен мәз болып жүршек. Қазір неше түрлісі керек. Оған біз бейімделгендері емеспіз. Енді үйренуге тура келеді. Расында да возраст не помеха, мен ойлаймын. Үйренемін енді осы Гүлсананың арқасында біраз дүниені. Сіздерді шақырамын. Қандай жақсы өз қолыңмен істеп, өз қолыңмен пісіріп, дастарханның үстін түрлендіріп, әдемі қылып көрсеткеннің өзі неге тұрады. Анау дастархан қандай әдемі. Әлгінде бұл кісілердің таңғалыптан келіп істеген дүниелері. Қалай қызықпайсың аналарды көріп тұрғанда? Ойлаймын, енді шақырам, осы кісіден сабақ алып, тәлім тәрбие алып, тамақ пісіруді үйреніп, ештен кеш жақсы деген. Келіңіздер осы кісіге, үйреніңіздер. Мен бет алып отырғанда, менен кейінгі жастарда, менен жас үлкендерді әлі кеш емес, үйренек бәріміз, және бір коллектив болып гүжілдетіп жүреміз. Рахмет, рахмет, Алла разы болсын, міндетті түрде келіңіз, мен сізді күтемін, өте керемет сезімде тұрмын. Енді айтып жатырмын ғой, жас шамасы шектеусіз деп, оқимын, үйренемін деп жатқан, осы біліміңмен бөліс деп жатқан жандардың барлығына мен осы апамның айтқан сөздерін сіздерге қайталап айтар едім. Міндетті түрде келіңіздер, оқимын, табысқа шығамын деген жандардың барлығын мен өзіме шәкірт болуға барлығын шақырамын, бар білгеніммен үйретемін. Сіз